Бәрін қатырғанда енді жерді сатпақсың ба? Мұнай, уран, тағы басқадан түскен пайдадан қазаққа тиесілі бөлік қайда? Шетелдік әнші универсиада экспоға құртқанша сол ақшаны пайсыз несие етіп қазағыма тарату ойыңа келмегені ма? Алжысаң да жерді сатпа, берме жалға да. Білем не жатқанын Қазақстандыға таудың астарында. Қытайың тіркеліп 5 жыл жерімде тұрса, шыға келеді екен ол да тең болып қазаққа. Алаңға шығып өз ойымды айтам дегендерді қорқытпақшы Сирия мен Украина оқиғасымен, олардың президенті соғысты халқымен, сонда бізді қорқытпақсың әскерді айдап салумен, белсенділерді атуымен Жаңаөзенді басты. Қазір 2011 емес, 2018 оянды қазақтың жартысы. 2030-2050 деп қанша бағдарлама құрып, министрлерді ауыстырсаң да, ештеңе өзгермейді сен орныңда отырғаныңда. Өйткені көрсең де көрмегендей түр жасайсың қазақты баспанасыз қаңғып жүрген, білсең де білмегендей түр жасайсың қазақтың жағдайын сұмпайызды несиеге батып кеткен. Ие бола алмасаң тағайындаған 16 министрің мен 16 әкіміңе отырсың неменеге? Қартайып уәдең есіңнен шықты ма 2000 жылдың желтоқсанында кетем деген? Мои полномочия до декабря 2000 года. Почему все думают, что я всю жизнь хочу оставаться и, так сказать, в таком ритме работать? Наверное, железным просто надо быть. Почему-то никто об этом не думает. Никакой монархии никогда в Казахстане не будут. Никакие мои дочери моими советниками никогда не будут. И никакой наследственности в Казахстане не будет. Жетер енді көтеріл қазақ, ұйқыға кеткен ұлт жоғалады. Немесе ұйқыдан тұрғанда ерлер құлға, әйелдер күнге айналады. Жеріңнен айырылсаң, тіпті тілдесің де, діндесің де кетеді теріс қарап. Қазаққа шынайы жанашитын тек қазақ, анау қазақ емес жүрген орысша сайрап. Саған жанашитын ұлтым мен жерім үшін жаным пида деп тұрған нағазақ. Өмір деген даму, өзгерістер, ал біз бір орында қатып жабысып тұрмыз. Өткенді жібермей, болашаққа жетпейсің. Сен келесі келіп жеп тойым дегенше көп уақыт өтеді, оған қоса туыстар бар дейсің, бірақ қателесесің. Былтырғы өзгерістерден кейін келесі президент мына шал сияқты 16 емес, тек 3 қана министр тағайындай алады. Түсінші, президент пен депутаттар деген жай ғана өзіміздің арамыздан шыққан адамдар. Сайласаңдар отырған 5 жылында осындай жобаларды іске асырамын деп. Қазір билік бұрынғыдай атадан балаға мұра болып қалатын заман емес. Биліктің иесі бір әулет емес, бүкіл қазақ халқы. Президентке және депутаттарға өз билігімізді сайлау арқылы уақытша беріп тұрамыз. Қазақ халқына қызмет етпей, қара құлқындардың ойлары болса, Ақордадан да парламенттен де қуып шығамыз. Толықтай хақылымыз. Дауыс беру құқығына ие еркін азаматпыз. Халықтың басым бөлігі қолдаса болады, қолдамаса болмайды. Біз үшін анау шешіп қойған, мынау шешіп қойған деген ірген әңгімелер доғару керек. Мынау отбаса Ресей басып алады, анау отбаса Қытай жеріміз тартып алады деген ертегілерді өз айласын асыру үшін салдақлар шығарған. Асханада отырып айтқанда ешкім естімейді. Алаңға анау шыға салады ғой деп біреуге сілтей салуға болмайды. Әркім өз жауапкершілігін мойнына алу керек. Мен төңкеріске шақырып отқан жоқпын. Назарбаевтың президенттік мерзімі 2020 жылы аяқталады. Отқанына тура 30 жыл болады. Соған дейін отыра берсін. Бірақ әдеттегідей сайлауға бір жыл қалғанда күлкілі бір себептерді айтып, алдын ала сайлау жасамасын, туған туысын немесе бірге ішіп жейтінін білікті тәжірибелі деп орнына қалдырмақ түгілі ұсынбасында деймін. Өзі мен жандағылар расында білікті маман болғандарында көктемде топан су басуы дәстүрге айналмас еді. 27 жылда бірнеше мұнай өңдейтін зауыт ашылып, Ресейге тәуелді болмай, бензиннің құны 50 теңгеден аспас еді. Әр қаладан ағылған студенттерімізге жатақханалар салынып, оларды қазіргідей пәтер ақысын іздеткізбей нағыз білім алғызатын еді. Аналар балаларының еміне қаржыны көз жасын көл қылып теледидар арқылы сұрамас еді. Апаларды қатыгездікпен 63-ке дейін жұмысқа жекпес еді. Түкке керек жоқ жобаларға кетіп жатқан ақшаны қазаққа пайсыз несие етіп, баспаналы үйлі жайлы етер еді. Айта берсем шек жоқ. Бірақ әлі де кеш емес. Бастысы жерімізден айырылып қалмайық. 2020-21-де 2 жылдан кейін елімізді, тілімізді, жерімізді, ұлтымызды сүйетін азаматтар жиылып, халқымызға адал қызмет етуге болатынын көрсетеміз. Қазаққа деген шексіз сүйіспеншілікпен Жанбол Шекербекұлы, Рахматулла.